Сәлем баршаңызға. Бүгін керемет болып шығатын және екі ғана заттан тұратын құлпынай болмыздан дайындайтын боламыз. Ең алдымен құлпынайларымызды жуып, тазалап, кейін ұсақтап турап аламыз. Туралған құлпынайларымызды бір ыдысқа салып аламыз. Одан кейін үстіне три желанияның қоюлатылған сүтін құйып алатын боламыз. Енді блендермен жақсылап езіп алатын боламыз. Неге бізде осындай сұйық масса шықты? Енді осы массамызды тайпақ ыдысымызға салып, тез қату үшін морозилке салып қоятын боламыз. Неге біздің құлпынай балмұздағымыз дайын болды? Міндетті түрде жасап көріңіздер. Оңай жасалатын балмұздақтың бірі. Арнама тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Сымбат.